Сағыт ибн Әбу Уақас та мұсылман. Сағыт ибн Әбу Уақас сол тұста 17 жасар боз бала еді. Бір күні түнде түсінде тас түнек қараңғыда адасып жүріп, кенеттен жап-жарық айдың туғанын көреді. Айдың сәулесін бетке алып жолға түседі. Алдында Әзірет Заид ибн Хариса, Әзірет Әли және Әзірет Әбу Бәкір кетіп барады екен. Оларды қуып жетіп, «Сіздер мұнда қашан келдіңіздер?» деп сұрайды. Олар бір ауыздан «Біз де сенен сәл бұрын келдік» деп жауап береді. Арадан 3 күн өткен соң Әзірет Әбу Бәкірмен ойда жоқта кездесіп, исламият жайлы естиді. Өзіне беймәлім дүниенің қызығына берілген Әбу Уақастың ұлы Сағыт Әзірет Әбу Бәкірге еріп пайғамбарымызға барады. Мұхаммед те саллаллаху алейхи уассалам ақиқатты ақтарып, оны баурай түсті. Әзірет Сағыт сол мезетте мұсылмандықты қабылдағанын жария етеді. Әзірет Сағыттың ата-тегі әкесі жағынан да, нағашы жағынан да Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам туыстас болып келеді. Екеуінің де анасы Зухра руынан болғандықтан бір-біріне бөле. Осы себепті Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ылғи да «Нағашың болса, Сағыттай болсын» деп жиі айтады екен. Алайда Әзірет Сағыттың мұсылмандықты қабылдауы анасы Хамнаға ұнамады. Ұлы аталарының дінінен безіп, аналарының ризалығынсыз басқа сенімді қабылдауы қалай? Ұлына әрдайым сөзін тыңдатып келген Хамна қалайда Сағытты пұтқа табындырып, өз дегенін жасатпақ болады. Осы ниетпен бір күні баласына «Сенің Аллаң ата-анаға, туған-туысқанға жақсылық жаса, оларды ренжітпе» деп бұйырады дейсің. Өзің басқаша істейсің. Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дінін тастап, пұттарымызға қайта оралып, бас имесең, мен аштық жариялаймын. Сонан соң сен өз анасының өліміне себепкер болған залым ата-анасың, деді. Әзірет Сағыт бұл күнге дейін анасының айтқанын екі етіп көрмеген. Бірақ анасының бұл жолғы тілегі тіпті орынсыз еді. Өйткені ол Аллаға иман келтіріп, елшісіне жан жүрегімен беріліп, не істесе де иман шеңберінде жасауға бекінгенді. Анасына: «Анашым, күні бүгінге дейін тілазарлық жасамаппын. Мен ендігі жерде ақиқат әмірге мойынсұндым. Егер сенің 100 жаның болса, әрбіреуін исламнан бездіру үшін құрбан етсең де, мен дінімнен қайтпаған болар ем. Себебі мен үшін иман ең қымбат қазына, ол кез келгенге бұйырмайтын сыбаға. Ал сен болсаң, қайдағы бір меңіреу пұттар үшін хақиқатты белінен басқың келеді. Бұл ойың 100 рет аштық жарияласаң да жүзеге аса қоймас. Айтқанымнан қайтпаймын десең, өзің біл», деді. Ұлының дініне беріктігіне көзі әбден жеткен Хамна ана жеңілгенін мойындады. Бұл Хамнаның жеңілісі емес, иманның күпірден басым түсуінің көрінісі еді. Осы оқиғадан соң Алла Тағала Анкабут сүресінің 8 аятын түсіріп, әдеп, ата-анаға құрмет мәселесінде мұсылмандық өлшемді белгіледі. Біз адам баласына, ата-анасына жақсылық жасауды өсиет еттік. Алайда олар менен өзгенің шын құдай бола алмайтындығы жайлы іліміне қайшы келетін соқыр сенімді ұстанып, сені маған серік қосуға итермелесе, ондай жағдайда ол екеуіне де мойынсұнба. Ақырында бәрің маған қайтасыңдар. Сонда дүниеде не істеп, не қойғандарыңды өздеріңе түгелде айтып беремін.